Босанғаннан кейінгі жасалынатын қателіктер. Бұл видеомыз жас босанған аналарға таптырмас кеңес. Сіз енді ғана босанып келдіңіз. Бұл кезеңде сіз өз денсаулығыңызға аса көңіл бөліп, тез қалпыңызға келуіңіз керексіз. Алайда бұл кезеңде жасаған кейбір қателіктеріңіз сіздің алдағы өміріңізде ұзақ емделуге алып келуі мүмкін. Бірінші қателік: ауыр заттар көтеру, өз сәбиіңізден басқа. Бұлшықеттеріңіз бен буындарыңыз әлі қалпына келмегендіктен ішкі органдарыңыздың төмен түсуі қаупі бар және грижа пайда болу қаупі бар. Келешекте зәр ұстай алмай қалуыңыз да мүмкін. Екінші қателік: жыныс жолдарынан жағымсыз иіспен сары немесе жасыл түсті қою выделениялар бөлінуіне мән беруіңіз керек. Бұл жатырдағы инфекцияның белгісі. Іштің, белдің, тігістің ауруына босанғаннан кейін болуы мүмкін деп шыдап жүру бұл асқынулардың белгісі болуы мүмкін. Менде бәрі жақсы деп гинекологқа баруды кешіктіру немесе мүлдем бармау. Узисіз, қаралымсыз іштегі болып жатқан өзгерістерге мән бермеуіңіз. Тігісіңіз бітті ма, бітпеді ма, оны ешқайда көрсетпесеңіз, өзіңізге аса ауыр жағдайға келуіңіз мүмкін. Бойыңызда болып жатқан психологиялық өзгерістерді елемеу, шаршау, күйзеліске түсу немесе босанудан кейінгі депрессия. Мұның бәрін өзім жеңемін деп мойындамау, ешкімнен көмек сұрамау өзіңіздің денсаулығыңыз үшін өте қауіпті зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Босанғаннан кейін өзіңізді қалыпқа келтіру бұл әлсіздік емес. Бұл болашақтағы денсаулығыңызға кепілдік. Денсаулығыңызды сақтаңыз. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.